Жерге қалың құрғызды. Бүгін азан тағы да біреу құрып береміз деген екеу. Су баратын ше. Соған барайын деп Кітапты жатқан оқып отырсың ба? А? Мен берген кітапты оқыдың ба? Ішінде бұның бәрін оқып қойғансың ғой, сенен білесің ғой, иә? Оны бақы мен сан үшін бір екі жерін ғана оқыдым болды, басқа жерін оқыған жоқпын. Мен қолым тимей жүрген ана жақта. Суббота воскресенье күндері 2 күн демаламын ғой. Үйде сол кезде оқимын ғой. Бір пәс оқимын ғой. Не істеп жатсың? Ештеңке. Бүгін демалыс па не? Бүгін демалыс па сендерге? Бүгін демалыс ғой. Пятница ғой, бүгін жұма емес пе? 1 май. Иә, 1 майға айтпақшы. Мейрам құтты болсын. Мен де жаңа есім ауып жұмыс жайға барып қайттым да. Іздеп ешкім жоқ. Бұлар немене бәле болып кетті деймін да. Сөйтсем демалыс екен ғой. Еркін охранник тұр. Лентузский Еркін. Суретін көрсетейін ба? Мұрты бар ма? Сәл мұрты бар, иә. Бой кішкене ше. Сары келген, Иә. Бой кішілік келген. Кішкене қарны бар ғой. Танимын. Қасымша бар. Бұрыннан танимын. Танисың ғой? Ленту астында иномаркасы бар ше. Қара машинасы бар. Лентуға тасап етеді жұмыстан кейін. Ол адам танимын. Көрсетші маған. Шыңғысхан нешінші жылы туылған? Шыңғысхан нешінші жылы туылған? Қай жылы? 1120 жылы ма? 55 па? 1155 жылы ма? Қай жылы еді? 1227 жылы өлді ғой. Ол орыстарды аламады, Россияны аламады. Алатынан бірақ тиіспеді ғой, иә. Шыңғысхан дүниеге келген жылы 9 жылы болған. Гороскоп бойынша да, жұлдызнама гороскоп бойынша 9 жылы. Орысша қандай год свиньи бола ма? Сондай. Ал 1227 жыл гороскоп бойынша білмеймін қандай жыл екенін. Ол жазбаған. Бірақ дүниеге келген бір 2 кітаптан оқығам. 1155 жыл 9 жыл дүниеге келген деп жазған да. Аштағын жазған. 1227 жыл өлген. Бірақ гороскоп бойынша 1227 жыл не екен жазбағанда, қандай жыл екен да мысалы. Козерог па, Таушки ма, или Месин ба, жылан ба. Доңыз деп жатсың ғой. Доңыз ба, қай жыл екен жазбағанда. Ол үшін бауға оны білу үшін ау. Менің папашым да доңыз ғой. Оны білу үшін ау 1227 жыл ғана жұлдызнаманы қарау керек та. Оны қақтан іздейсің? Қақтан білесің? Оны профессорларды сұрамасам, солға білмесе. Мен де бүгін бармайтын едім. Мен де бармайтын демалатын едім бүгін. Кеше тура 6-да кетейін келді де бір колонка шығарып берді. Екінші колонканы азанда шығарамыз деді. Соған баратын. Ақыр темір бар ғой. Бұғыда мешіт салды ғой тұрсың. Ақыр темір салды ғой шықпамады. Қожақмет Ясауи. Берілсе көрем. Қожақмет Ясауи мешітін сол салдырды ғой, мавзолейді. Қай жылдары? 1300 бір бөлек 14 ғасырдың аяғы жағы 1380 1390 сол 1395 па сол шамада. Ясауи бар. 14 ғасырдың аяғы. Ясауи жаңы мен сенбеймін соған. Қасында несі бар ғой, мавзолейдің жаңағы алдында кішкене үйшік бар ғой. Соның ішінде Ясауи жатқан ғой 63 жастан кейін. 63 келгеннен кейін Мұхаммед пайғамбар 63 жасында өлді ғой, пайғамбар жасында да 63 сөйтіп сондай емес пе, иә? Сондай ма? 101 келген жер ғой. Ой, Мұхаммед пайғамбар ма? Білмеймін мен, әйтеуір айтқан ғой, мен Қожақмет Ясауи 63 келіп, мен Мұхаммед пайғамбардан асық емеспін дегенде сөйтіп жердің астын қазып сол жерде тұрған ғой, сол жерде қайтыс болған ғой, кітап оқыған, сол жерде кітап жазған ғой. Сондай емес пе? Диван Хикмет жазған шығар? Иә, соны жазған ғой сондай. Сен кіріп көргесін болғаны? 14 жасында мен көргем. Баняның несі бар, Арасан мешітінің соңында. Баня бар, банясы бар, шомылатын, су ішетін. Кітап оқыған бөлмелері бар ғой. Бөлмелері бар, иә. Мешіт мияғында тұр. Түнедің ба, Арыстан бапта? Бұрын түнедік, иә. Түнедік, бір ғой сөйдік. Қан шығару керек қой. Арыстан бапқа... Дуалды сүйіп шықтыңдар, иә? Дуалды сүймейсің, аяшын айналасың ғой. Арыстан бапқа барғанда сырттан құдықта су ішесің, әшті су бар. Киелі су ішесің, ішіне кіресің ғой, сондай.
Türkistan'a barganda aynalasın işe giresin. Türkistan'da meclisin satın suyuda adamlar aynalışı ömür öyle. Arsamak falan biraz var mı? Ya Asık Demir Avrupa'yı oldu ya. Arsamak falan bürküttüm amasının birge seçim külli afamızın bir muhaş kişimiz vardı. Bir ettiğini gömüş. Suretin Şimdi golü harbi mu? Türkistan'da da vardı bu. Suretin golü mu? Ha? Suretin golü mu? Kandı şöyle. Boşluk namazı ben düşün sureti. Ya bizden gidiyor mu? Görüyorsun bak. Ya sol işimiz var ama taksi yolda. Bir arsamak bu var. Bu neresini Arslanbak'tan ara tut şaldırın ara Arslanbak bu. O mis bu 16 kilometre mi yüz. Aydaladı. Arslanbak bu tülüydük sonra argari Arslanbak'ın ara yol var ikinde o kadar. Sel asfalt yolda sonra toprak yoluna gidetti. Yolun eski iken remont olmagan. Sonra aynalı bu Türkistan'a çıkan yol var iken bu. Tuğra Türkistan'a işte. Şöyle söylüyor dedim bir aldan ötesinde ortada